Ассалаумағалейкум. Жылқы десе ішкен асын жерге қоятын, қазақ халқы үшін 4 түлік малдың төресі болған жылқы түлігін құрметтемейтін қазақ жоқ шығар сірә. Қазақ жылқыларының бірі және бірегейі болған адай жылқысының не үшін әлі күнге дейін жеке тұқым ретінде тіркелмей тұрғанын және оған не кедергі екенін айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Адай жылқысы жүріске, шөлге, климатқа шыдамдылығымен ата-бабамыздың осынау ұлан ғайыр жерді қорғап қалуына орасан зор үлес қосқан бірден бір жылқы тұқымы. Оның дәлелі көшпенділердің 300 жыл бойы Ресейді бодандықта ұстауын айтсақ та жеткілікті. Ал енді осындай керемет жылқы тұқымының әлі күнге дейін жеке тұқым ретінде тіркелмей келгеніне нелер кедергі екенін айта кетейін. Адай жылқысын дербес тұқым ретінде мойындауға кедергі келтіретін бірнеше себептер. Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы Қазақстан Республикасының 2-28 бабына сәйкес еліміздің жылқы шаруашылығы саласында тек 2 палата жұмыс істеуге міндетті. Бірінші, спорттық бағыттағы зауаттық тұқымдар бойынша. Екінші, өнім бағытындағы ет, сүт жылқылардың жергілікті тұқымдары. Алайда қазіргі таңда өнім бағытындағы жылқылардың жергілікті тұқымы бойынша 4 палата жұмыс істейді. Осындай палаталардың көп болу салдарынан жылқы тұқымына берілген тайпалық мәртебелер мен куәліктер жарамсыз деп есептелінеді. Сондықтан дара тұқым деп тануға ұсынылған пайдалану деңгейіндегі асыл тұқымды емес жылқылар болып қала береді. Мінекей құрметті достар, жоғарыда айтылған осы себептер адай жылқысының жеке тұқым ретінде тіркелуіне қатты кедергі жасап отыр. Ал енді құрметті достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Келесі санда аты бәріне таныс, ал заты беймәлім болған адай жылқысының түр тұлғасын, дене бітімін және сонымен қатар адай жылқысы жеке тұқым ретінде тіркелді ме жоқ па деген сұрақтарға жауап бере отырып видео салатын боламын. Видеоны өткізіп алмас үшін лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.